Геосаяси жағдай ушығып тұрған жағдайда діни ағымдарды, әсіре діншілдікті қатты ұстанатын мемлекеттер, қарап отырсаңыздар, барлық ғылым мен технологиядан кері артта қалып жатыр. Олар тек қана соғыспен ғана күн көруге мәжбүр. Бірақ бұл бір топ сол мемлекеттерді басқаратын адамдарға ыңғайлы жүйе болғанмен де сол мемлекеттердің халқы сол зайырлықты аңсайды. Әсіре діншіл уағызшылардың әлеуметтік желіде айтып отырғандары бұның бар зайырлық емес. Бұл халықты сонау 12-13 ғасырларға дейін кері апару, яғни тобырды, топастарды басқару өте оңай. Білімді адамға олардың сөздері өтпейді. Оның ақырында дінсіздік, білімсіздік, мәдениетсіздік, бұның барлығы осыдан пайда болады. Сондықтан да біз зайырлы азаматтар, зайырлы қоғамды түсінетін азаматтарды тәрбиелеу біздің міндетіміз, әрқайсымыздың міндетіміз. Не ексең, соны орасың дейді. Ондай өкінішке ұрынбас үшін біз қазіргі жастарымызды жан-жақты тәрбиелеуіміз керек. Біздің бәріміз қазір 5 уақыт намазға жығылып, тек қана Құранды құшақтап таңнан келген жатып алсақ, ертең мемлекетіміздің де, жалпы өзіміздің де жағдайымыз қиындау болады. Зайырлық деген біздің сонау ерте атам заманнан басталған дүние. Біз осыдан 2000 жыл бұрын канализацияның не екенін білгенбіз. Бізде обсерваториялар болған, бізде ғалымдар болған. Сондықтан да зайырлық бізде сол кезден қалыптасқан. Біздің ең бір бақытты жеріміз, біздің Қазақстан көп ұлтты этносты мемлекет бола тұрып, біз осы зайырлық жолын таңдадық. Біз дінге де еркіндік береміз. Біз ғылымға да, білімге де, мәдениетке де, руханиятқа еркіндік береміз. Осы үшеу-төртеуін үйлестіру арқылы біз жастарымыздың көз ашық, жаңа бірнеше тілді меңгерген, шетелдерде оқуына мүмкіндік жасаймыз. Бұл руханият өз жалпы мемлекеттің діңгегі, тірегі. Руханият өлген мемлекет қараңғылыққа ұшырап, тобырға айналып құрып жоғалады. Бұл тарихтан дәлелденген дүние. Дінді де ала жүруге болады. 5 уақыт намазды да оқи жүруге болады. Бірақ сөйте тұрып, Абайды да оқы, Шәкәрімді де оқы, Ньютонды да зертте, алгебраны да оқы, ғылым мен технологияны қатар алып жүрген жағдайда, біріншіден бұл діни қызметкер сауатты азамат болады. Және онымен сөйлесудің өзі, оны тыңдаудың өзі бір керемет. Яғни бұл зайырлы имам деп айтуға болады. Жалпы зайырлық дегеннің өзі бұл адамға деген құрмет. Бұл мемлекеттің және халықтың дүние танымы. Бұл ашықтық. Бұл мынау әлемдік процеске, әлемдік дүние танымға сәйкес келу. Зайырлық деген бұл тек қана қарапайым халыққа ғана емес, бұл қорғаныс саласында қазіргі біздің әскерлерімізге де керек, ертең мемлекетті қорғайтын азаматтар үшін де керек. Бұл медицина саласына да керек. Бұл білім саласына нағыз керек. Орталық Азияда енді біз жетекші орындамыз. Бұл жағынан біз жақсы көрсеткіштеміз.